Мені өте мұқият тыңдаңыз. Дәл қазір, кейінге қалдырмай, бір қарапайым, бірақ өміріңізді өзгертуі мүмкін әрекет жасаңыз. Қазір сіз қайда отырсыз? Соған қараңыз. Мүмкін сіз жұмсақ креслода жайланып отырсыз. Мүмкін диванда жатырсыз. Ал кейбіріңіз көлікте кептелісте отырған шығарсыз. Сол отырған орныңызға тағы бір рет қараңыз. Маған сенбеуіңіз мүмкін. Бірақ мен қазір айтатын нәрсе сіздің денсаулығыңызды, жеке өміріңізді, тіпті өміріңіздің 10-15 жылын сақтап қалуы мүмкін. Сіздің сүйікті жұмсақ креслоңыз үнсіз баяу жоятын құрал. Бұл қорқыту емес, бұл шындық. Мен медицинада ондаған жыл жұмыс істеген адам ретінде мұның салдарын өте көп көрдім. Біз демалу дегенді отыру деп ойлаймыз. Жұмыс дегенді де отыру деп қабылдаймыз. Бірақ біздің денеміз бұған дайын емес. Тыңдаңыз. Сіз таңертең сергек болу үшін ең қымбат кофені іше аласыз. Жарты жалақыңызды дәрумендерге, қоспаларға, түрлі таблеткаларға жұмсай аласыз. Бірақ егер сіз күніне 8-10 сағат отырып өткізсеңіз, оның бәрі бос әурешілік. Мысал келтірейін. Сіз көлігіңізге ең қымбат жанармай құйдыңыз делік. Бак толы. Бірақ жанармай жүретін түтікті қысқышпен қысып тастадыңыз. Көлік жүре ме? Жоқ. Адам ағзасы да дәл солай. Сіз отырған кезде денеңіздегі ең маңызды қан жолдарын өзіңіз жауып тастайсыз. Қан баяулайды. Кіші жамбас аймағында тоқырайды. Оттегі азаяды. Ал тоқыраған жерде әрқашан проблема басталады. Кешке қарай шаршап қаласыз. Күшіміз болмайды. Көңіл-күй төмендейді. Кейбіреулерде жеке өмірде де қиындықтар басталады. Кейбіреулер геморройға, ауырлыққа, төменгі іштің қысымына шағымданады. Бұл жас емес, бұл ұзақ уақыт отырудың салдары. Бүгін мен сізге кресло сіздің жастарыңызды қалай ұрлайтынын түсіндіремін. Және қан айналымын қайта іске қосатын қарапайым әдістерді көрсетемін. Бірақ жалғастырмас бұрын бір нәрсе жасаңыз. Егер сіз өміріңіздің екінші жартысын белсенді өткізгіңіз келсе, арнаға жазылыңыз. Біз мұнда жалған дәрілер сатпаймыз. Біз адамдарға денсаулықты түсіндіреміз. Жазылдыңыз ба? Жақсы. Жалғастырамыз. Енді бәрін қарапайым тілмен түсіндірейік. Кіші жамбас бұл жай ғана дене бөлігі емес. Бұл ағзадағы ең маңызды орталықтардың бірі. Осында репродуктивті жүйе, қуық, ішек, көптеген жүйке мен тамырлар орналасқан. Бұл өте нәзік механизм. Ал енді физиканы елестетіңіз. Сіз жүрген кезде бұлшықеттер насос сияқты жұмыс істейді. Әр қадам қанның жоғары көтерілуіне көмектеседі. Бірақ сіз отырған кезде не болады? Денеңіздің салмағы қан тамырларын басады. Қан айналымы бірнеше есе баяулайды. Артериялар әйтеуір қан жеткізеді. Ал веналар ше? Веналарда күшті бұлшықет жоқ. Оларға қозғалыс керек. Қозғалыс болмаса, қан тұрып қалады. Ал тоқырау дегеніміз қабыну, ауырсыну, энергияның төмендеуі. Ер адамдарға қазір ерекше айтқым келеді. Көліктегі жылы орындықтарды жақсы көресіз бе? Бұл бедеулікке апаратын жол болуы мүмкін. Табиғат кейбір мүшелерді денеден сыртқа бекер шығармаған. Оларға салқындық қажет. Ал сіз ұзақ уақыт жылы, жұмсақ орындықта отырғанда сол жүйені бұзасыз. Нәтижесінде гормон өндірісі төмендейді. Ал кейін адамдар таң қалады. Неге энергия жоқ? Жауап қарапайым. Қан айналымы тоқтаған. Мен сізге бір оқиға айтайын. 52 жастағы бір науқас келген еді. Ірі компанияда менеджер. Күні бойы креслода. Оның шағымы, шаршау, энергия жоқ. Жеке өмірде қиындықтар. Ол кофе ішеді, қымбат дәрумендер ішеді. Нәтиже жоқ. Неге? Себебі мәселе дәрде емес. Мәселе қан айналымында. Біз оған өте қарапайым әдістер жасадық. 5 минуттық қозғалыс жүйесі. Бір айдан кейін ол қайта келді. Көзі жанып тұр. Доктор, өзімді демалыстан келгендей сезінемін деді. Біз ешқандай химия қолданбадық. Тек денені қайта қозғалттық. Бар болғаны. Енді өз жағдайыңызды тексеріп көрейік. Мен сізге кіші жамбаста қан тоқырап қалғанын көрсететін бірнеше белгі айтамын.
Егер олардың кем дегенде үшеуі сізде болса, ағзаңыз көмек сұрап жатыр деген сөз. Бірінші белгі. Аяқтың үнемі тоңуы. Қалың шұлық кисеңіз де, аяқтарыңыз салқын болса, бұл көбіне қан айналымының дұрыс жүрмегенінен болады. Қан төменге толық жетпейді. Екінші белгі. Ұзақ отырғаннан кейін белдің ауырлауы. Көп адам оны омыртқадан көреді, бірақ жиі жағдайда мәселе басқа жерде. Қан мен сұйықтық тоқырап, тіндер ісінеді де жүйкелерді қысады. Үшінші белгі. Түнде жиі дәретханаға бару. Қуыққа қысым түседі. Ол толық демала алмайды. Сол себепті ми оны қайта-қайта босату керек деген сигнал жібереді. Төртінші белгі. Жамбаста немесе сан арасында үйіп қалу. Бұл жүйкелерге оттегі жетіспей жатқанын білдіреді. Бесінші белгі. Геморройдың алғашқы белгілері. Бұл тоқыраған қанның классикалық нәтижесі. Веналар шамадан тыс толып, қысымға шыдай алмайды. Алтыншы белгі. Кешке қарай аяқтың ауырлауы. Бұл кезде ағзаңыз сізге ашық сигнал береді. Қозғал, қанды жүргіз. Жетінші белгі. Таңертең қозғалу қиын болуы. Денеңізді 10-15 минут жүргізіп алу керек сияқты сезім болады. Сегізінші белгі. Кешке тобықтың ісінуі. Бұл өте маңызды белгі. Қан жоғары көтеріле алмай, төменде тұрып қалады. Тоғызыншы белгі. Көз астындағы қарадақтар мен сұрғылт тері. Көп адам мұны ұйқыдан көреді, бірақ кейде мәселе қан айналымында. Ал 10-шы белгі сізді таңғалдыруы мүмкін. Бұл мойынның ауыруы. Жамбас пен мойынның қандай байланысы бар, дейсіз. Байланыс бар. Біздің денеміз фасциялар деп аталатын бір тұтас жүйемен байланысқан. Егер жамбас бұлшықеттері қысылып тұрса, кернеу жоғары қарай таралады. Сондықтан кейде мойынды емдеу емес, жамбасты босату керек. Енді ең маңызды бөлікке өтейік. Не істеу керек? Жұмысты тастап кету мүмкін емес. Көлік жүргізуді тоқтатуда мүмкін емес. Сондықтан бізге қарапайым, көзге байқалмайтын әдістер керек. Бірінші әдіс – бөксе импульсі. Қазір жасап көріңіз. Отырған күйде бөксеңізді кезекпен қысыңыз. Сол жақ, оң жақ, екеуі бірге, 30 рет. Не болады? Сіз қанға арналған табиғи насос қосасыз. Қан жоғары қозғала бастайды. Оны әр сағат сайын 1 минут жасаңыз. Ешкім байқамайды, бірақ ағзаңыз сізге рахмет айтады. Екінші әдіс – дұрыс тыныс алу. Көп адам кеудемен ғана тыныс алады, ал сіз ішпен тыныстаңыз. Терең дем алып, ауаны төмен қарай жіберіп жатқаныңызды елестетіңіз. Бұл кеудемен іш арасындағы қысымды өзгертеді. Сол қысым тоқыраған қанды жоғары тартады. 10 рет тыныс алыңыз. Кофеден артық әсер береді. Үшінші маңызды нәрсе – орындықтың қаттылығы. Жұмсақ кресло өте қауіпті. Себебі онда сіз жоғалып кетесіз. Бұлшықеттер толық сөнеді, ал қатты орындықта дене аздап жұмыс істеп тұрады. Бұл микрожұмыстар қан айналымын сақтайды. Денсаулық керек пе? Онда жұмсақ диванға азырақ сеніңіз. Біз қазір негізгі мәселені түсіндік, бірақ ең қауіпті қателіктер әлі алда. Көп адам бір үлкен қате жасайды. Күні бойы отырып, кешке спорт залға барады, жүгіре бастайды, ауыр салмақ көтереді. Бұл кейде қауіпті болуы мүмкін. Себебі қан қоюланып, веналар қысылып тұрған кезде күрт жүктеме тамырларға ауыр тиеді. Алдымен денені ояту керек. Жеңіл қозғалыс, жамбас жаттығулары, содан кейін ғана үлкен жүктеме. Тағы бір қате, аяқ үстіне аяқ салу. Бұл 2 есе қысым. Тамырлар қысылады, қан тоқтайды. Егер кешке қарай шұлықтың ізі терең болып қалса, бұл белгі. Тағы бір мәселе, тар киім мен қатты белдік. 50 жастан кейін киім денсаулыққа көмектесуі керек, кедергі емес. Қан еркін жүруі керек. Ал енді бір қызық нәрсе айтайын. Жамбастағы тоқырау тек денеге емес, миға да әсер етеді. Егер қан төменде тұрып қалса, ағза оны толық тазарта алмайды. Сол себепті миға лас қан барады. Сондықтан ұмытшақтық бастыман. Тез шаршау пайда болады. Адам кофе ішеді, бірақ ол тек мәселені жылдам айналдырады. Шешім қарапайым, қозғалу. Енді мен сізге ең киімді жаттығулардың бірін айтайын. Ол жамбас сағаты.
Елестетіңіз, сіздің жамбасыңыз сағат циферблаты. Алға 12, артқа 6, солға 9, оңға 3. Жай, баяу айналдырыңыз. Бұл терең бұлшықеттерді іске қосады. Қан қозғала бастайды. Көп адам мұны байқамайды, бірақ әсері өте күшті. Ал кешке тағы бір қарапайым жаттығу бар. Көбелек. Еденге жатыңыз. Табандарыңызды біріктіріп, тізелерді екі жаққа жіберіңіз. 5 минут жатыңыз. Терең тыныстаңыз. Сол кезде күні бойы жиналған қысым босайды. Қан қайта қозғалады. Көп адам осыдан кейін денеде жылу тарағанын сезеді. Бұл жақсы белгі. Келесі бөлімде мен 7 күндік нақты жоспарды, қан айналымын тез қалпына келтіру әдістерін, адамдар жиі жіберетін соңғы қауіпті қателіктерді жазып беремін. Енді ең маңыздысына келдік. Қан айналымын шын мәнінде қайта іске қосатын жүйеге. Көп адам бір қателік жасайды. Олар бәрін бір күнде өзгерткісі келеді. Бұл жұмыс істемейді. Ағзаға жүйе керек. Сондықтан мен сізге 7 күндік қарапайым жоспар беремін. Мен оны тірі жамбас протокол деп атаймын. Бұл күрделі бағдарлама емес. Бұл табиғи қозғалысты қайта қосу. Егер бәрін дұрыс жасасаңыз, бір аптадан кейін айырмашылықты сезесіз. Бірінші, екінші күн. Ең алдымен таймер. Телефоныңызға әр 45 минут сайын еске салу қойыңыз. Қоңырау соғылды ма, міндетті түрде тұрыңыз. Бар болғаны 30 секунд. Не істейсіз? 10 рет аяқ ұшына көтерілу. 30 рет бөксені қысу. Болды. Бұл сіздің ағзаңызға отырғаныңыз үшін төлейтін ақыңыз. Кешке қарай беліңіз жеңілдей бастайды. Көп адам осы 2 күннің өзінде айырмашылықты сезеді. Үшінші, төртінші күн. Енді келесі қадам. Телефонмен сөйлескенде отырмаңыз. Жүріміз. Бөлмені айналып жүріміз. Тізені сәл жоғары көтеріп жүрсеміз, тіпті жақсы. Бұл лимфаны іске қосады. Лимфа ағзаның тазарту жүйесі. Ол тек қозғалыста жұмыс істейді. Осы күндері кешке қарай тобықтағы ісіктің азайғанын байқайсыз. Аяқ жеңіл болады. Бесінші, алтыншы күн. Енді кешкі рәсімді қосамыз. Көбелек жаттығуы. Еденге жатыңыз. Табандарды қосыңыз. Тізелерді екі жаққа түсіріңіз. 5 минут. Жай ғана жатыңыз. Терең тыныстаңыз. Бұл кезде жамбастағы қысым босайды. Көп адам осыдан кейін жақсы ұйықтай бастайды. Себебі ағза қауіп сигналдарын жібермейді. Ми тынышталады. Ұйқы терең болады. Жетінші күн. Бүгін толық жүйе. Таймер. Қозғалыс. Кешкі көбелек. Оған қоса тағы бір нәрсе қосамыз. Контраст душ. Душ қабылдағанда санның ішкі жағына су бағыттаңыз. Алдымен жылы, сосын салқын, сосын қайта жылы. Бұл капиллярларды жаттықтырады. Ұсақ тамырлар ашылып жабылып, қан айналымын күшейтеді. Бұл тамырларға арналған ең жақсы жаттығулардың бірі. Енді өте маңызды бір нәрсе туралы айтайын. Бұл азот оксиді. Көп адам бұл туралы білмейді. Ал шын мәнінде ол тамырлардың жастық гормоны. Қан жылдам жүрген кезде ағза осы затты бөледі. Ол тамырларды кеңейтеді, икемдетеді, қан айналымын жақсартады. Бірақ сіз ұзақ отырған кезде ол өндірілмейді. Сондықтан тамырлар қатаяды. Ал небәрі 20 рет отырып тұру немесе 1 минут қозғалыс осы заттың бөлінуін бастайды. Яғни, сіздің денеңіз өзі дәрі шығарар алады. Тек қозғалу керек. Тағы бір маңызды нәрсе. Көп адам кешке диванға құлап түседі. Бұл қате. Себебі, дәл сол кезде ағзаға жеңіл қозғалыс керек. 5 минут жаттығу, кейде 30 минут массаждан да пайдалы. Дене қайта тіріледі. Енді шындықты айтайын. Мен өз тәжірибемде көптеген адамдарды көрдім. Кейбірі кеш түсінеді. Олар реанимацияда жатып, неге мұны бұрын білмедім дейді. Себебі бізге жайлылықты жақсы нәрсе ретінде үйреткен. Ал дене қозғалыс үшін жаратылған. Қозғалыс жоқ жерде қартаю тез басталады. Бірақ жақсы жаңалық бар. Сіз бәрін бүгін өзгерте аласыз. Бар болғаны 1 минут қозғалыс, 1 минут тыныс, 5 минут кешкі жаттығу. Осы 3 нәрсе ағзаны қайта іске қосады. Адам денесі өте ақылды жүйе. Оған тек кедергі жасамау керек.
Жұмсақ кресло кейде сол кедергінің бірі. Есімізде болсын, қымбат дәрілерден де маңызды нәрсе бар. Бұл қан айналымы. Егер қан жүрсе, ағза қалпына келеді. Егер қан тоқтаса, мәселе басталады. Сондықтан таңертеңгі алғашқы қозғалыс бүкіл күннің энергиясын анықтайды. Өзімізді қозғалысқа үйретіміз. Сонда жасыңыз паспортта ғана қалады. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылыңыз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат біреудің денсаулығын сақтап қалар. Біз бәріміз бір командамыз. Денсаулық ең қымбат нәрсе. Қозғалыста болыңыз. Сонда қан жеңіл ағады. Ойымыз таза болады. Энергияңыз көп болады. Келесі кездескенше, денеңізді тыңдаңыз. Ол ешқашан өтірік айтпайды.